Арма құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз халықаралық әйелдер күніне арналады. Сондықтан әрине бүгін Гиннес рекордтар кітабына енген әйелдердің жетістігі жайлы баяндаймыз. Фатима Күленова қазақтан шыққан тұңғыш теміржолшы әйел. 1931 жылы Мәскеу көлік инженерлік институтын аяқтаған. Шығыс әйелдерінен бірінші болып Ұлы Отан соғысының батырлары атанған Әлия Молдағұлова мен Мәншік Мәметова. Аты аңызға айналған Хиуаз Доспанова қазақ қыздарының ішіндегі бірінші жауынгер ұшқыш. 2004 жылы ол халық қаһарманы атағына ие болған. Хиуаз Доспанова сондай-ақ Қазақстан комсомолының бірінші және жалғыз әйел басшысы болған. Ал Балжан Бөлтірікова туралы айтпай кету мүмкін емес. Ол сыртқы істер министрі болған тұңғыш әйел және бір емес 3 министрлікті басқарған. Атап айтар болсақ, әлеуметтік қамсыздандыру, сыртқы істер, кейін ағарту министрі болған Балжан Бөлтірікова сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының мінберіне көтерілген тұңғыш қазақ әйелі. Қазақстандағы бірінші генерал әйел Сәуле Айтбаева, ал Роза Құлжақаева қазақ әйелдерінің ішіндегі бірінші болып Ішкі істер министрлігінің полковнигі, құқық және криминология профессоры атанған. Тәуелсіз Қазақстандағы жалғыз әскери комиссар әйел Гаухар Сырлыбаева. Ол тұңғыш рет жергілікті әскери басқару органының бастығы болған әйел офицер. Қазақстан әйелдерінің білім ғылым саласына қосқан үлесі шексіз екені белгілі. Біз Гиннес рекордтар кітабына енген бірнешеуіне тоқтала кетеміз. Алдымен тарихқа ой жүгіртсек. Білім беру саласында 1968 жылы социалистік еңбек ері атағын алған бірінші қазақстандық ұстаз Рабиға Бекенқызы Нұртазина. Ол білім беру әдістемесі бойынша 200-ден астам еңбектің авторы. Әйгілі журналист және әдебиетші Дана Бекебайғадамова қазақ әліпбиінің арнайы әріптерін білдіретін ерекше белгілерді жасайтын қазақ стенографиясының негізін қалаушы. Қазақ әйелдерінің ішінде алғаш болып биология ғылымдарының докторы атанған Найля Базанова, Жамал Қаңлыбаева, тау істері ғылым докторы атанған тұңғыш қазақ әйелі, Розалия Илешева, ғылымға еңбегі сіңген қайраткер, медицина ғылымдарының докторы атанған тұңғыш әйел. Ал Қазақстан әйелдері арасынан шыққан бірінші география ғылымдарының докторы Мария Глазовская. Ол КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Біздің мықты әпкелеріміз жер шарын айналып, әлемдегі ең биік шың Эверестті де бағындырған екен. Айта берсек таусылмайды. Ары қарай тыңдаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Лариса Пак жалғыз өз жер шарын айнала саяхат жасаған бірінші қазақстандық. Ал Эверестке, яғни Джомолунгма тауына ең бірінші болып көтерілген қазақстандық әйел Людмила Савина. Ал Светлана Шарипова 2 мәрте 8000 метрлік биік шыңға көтерілген Қазақстандағы жалғыз әйел. Ол 2007 жылы Дхаулагериға, 2008 жылы Макалуға оттегісіз шыққан. Біле жүріңіздер, бірінші әйел дәрігерлер Гүлсім Асфендиярова мен Аққағаз Досжанова. Байқадыңыздар ма, қазақ әйелдерінің есімдеріне дейін ерекше. Бізде 17 әріптен тұратын есім иесі де бар. Ол қызылордалық Ақ Қарагөз Айымсұлу. Тағы бір ерекше есім иесі Мүбина Ниязова, бірінші әйел стоматолог. Ал Хадиша Мырзалиева қазақ әйелдерінің ішіндегі тұңғыш акушер-гинеколог. Медицина саласына сіңірген еңбегінің арқасында ол 1963 жылы неміс киногерлері түсірген Орыстың кереметі атты деректі фильмнің кейіпкеріне айналады. Қазақстанның тұңғыш кәсіби жазушы әйелі Мариям Хакимжанова. Қазақ әйелдерінің ішіндегі бірінші кәсіпқой суретші Айша Ғалымбаева. Ал Гүлфайыр Исмаилова Қазақстан халық суретшісі атағын алған бірінші қазақ әйелі. Француздың әдебиет және өнер орденімен марапатталған алғашқы қазақстандық Жания Әубәкірова. Ал Париждегі Гранд Операның әйгілі опералық труппасына қабылданған алғашқы қазақстандық әнші Майра Мұхамедқызы. Әлем әртісі ЮНЕСКО атағын қазақстандық өнер қайраткерлерінің ішінде бірінші болып алған Қазақстанның халық әртісі Айман Мұсақожаева. Әрине біздің дарынды қыз-келіншектеріміз туралы том-том кітап жазуға болады, жазылып та жатыр. Бір бағдарламада бәрін айтып тауысу мүмкін емес. Сондықтан аяулы ана, әпкелер мен қадірлі қарындастар, сіздерді 8 наурыз төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, келесі кездескенше дейміз.